Қайырлы күн баршаңызға. Мен сіздерге бүгін портфолионы сайтқа қалай жүктеу керек, сол туралы түсіндіретін боламын. Ол үшін біз бірінші Google-ға жұмыс.nation.kz деп жазып аламыз. Сол кезде бізде осындай бет ашылады. Сосын мына үш сызықты басып, бұрын сіз кірмеген болсаңыз, тіркелу деп егер кірген болсаңыз, кіруді басу арқылы сайтқа кіреміз. Тіркелу деген кезде мұнда телефон номер шығады. Осы жерге номерді жазып, кодты сұрау десеңіздер, номерлеріңізге код барады. Сол код арқылы регистрация жасап, өздеріңіздің телефон номерлеріңізбен пароль ойлап тауып, сайтқа солай кіреміз. Мен кіріп қойғандықтан бірден тіркелу емес, кіруді басып кіремін. JSN емес, телефон номер арқылы кіруді басып, телефон номерді және құпия сөзімді теретін боламын. Осылай кіреміз. Кірген кезде үш сызықты басып, портфолио деген жерді таңдаймыз. Негізгі портфолио деп тұр, өңдеуге ашық. Көру дегенді басамыз. Сол кезде бізде осылай шығады. Астына қарай түсе береміз. Жалпы мәліметтер. Мына қосу батырмасын басқан кезімізде бізде осындай бет ашылады. Жеке куәлік. Қосудың үстін басқанда біз алдын ала сканерлеп дайындап аламыз. Қосуды басып, мой файлдың ішінен өзімізге қажетті папкаға сақтап қойсақ, сол жерден бірден алып қойып кете береміз. Бұл енді сурет түрінде тұр, бірақ біз бұлай сурет түрінде емес, PDF түрінде жүктеуіміз керек. Мен сіздерге жай ғана көрсету үшін осылай қосып жатырмын. Осылай шығады, сақтауды басып, сақтап қоямыз. Басқаларында дәл осылай жүктей береміз. Еңбек қызметі, диплом, курстар деп тұр. Артқаны басамыз. Толық көрсету өтейін. Жүктейтіндеріңізді білімді растайтын құжат, яғни диплом, трудовой, қазіргі санаттың қайта даярлау, яғни өткен курстарыңыз, біліктілікті арттыру курстары, сынып жетекшілік, яғни тәрбие жұмысының мониторингін салсаңыз болады. 3 жылдық білім сапасының мониторингін қосамыз. Және де бақылау парағы, педагогтың жетістіктері, грамоталары, оқушылардың грамоталары, тәжірибені жинақтау, тарату, яғни семинарда сөйлеген баяндамаларыңыз, авторлық бағдарламалар және де баспасөзге жарияланған материалдарды қосып, соңында үш сызықты басып, аттестация деген жерді басқанда менің өтініштерім деп тұрады. Өтініштің үстін басамыз, қосуды басамыз. Бағытты таңдаңыз деп тұр. Білім беру ұйымдары, өтініш берілген санатымызды таңдаймыз. Облысымызды, ауданымызды таңдап, оқу орнын таңдап, неге шықпай жатыр? Осы кезде бізде өтінішті жүктейтін бет ашылады. Өтінішті жүктеу деп тұрған жерде қосу батырмасын басып, өтінішімізді, мұнда эссемізді жүктейміз. Содан соң педагог білім бағалау тестінен өткен нәтижемізді де осында саламыз. Мынаны басқан кезде қосатын бет ашылады. Осы жерге қосу деген басу арқылы
тесттен өткеніміз туралы құжатымызды осында салып, сақтауды басып, сақтап қоямыз. Сонда біздің өтінішіміз сайтта жүктеледі. Назарларыңызға рахмет.